Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгін Паскаль бағдарламау тілі бойынша бізде екінші сабақ, және бүгінгі сабақта біз есеп түрінде күрделі тақырыптарды түсініп алуға тырысамыз. Күрделі тақырыптар бүгінгі өтетін ол циклдар, for деген цикл. Сонымен қатар шарт қоюды өтеміз, сонымен қатар сандық типтерді кішкене түсініп алуға тырысамыз. Сонымен бастайық. Алдымен бағдарламамыздың атын жазамыз. Одан кейін var кілт сөзінен кейін айнымалыларымызды тізіп жазып шығамыз. Бүгінгі есепке бізге i айнымалысы және k айнымалысы қажет болады. Осындай екі айнымалы қажет болады. Бұлардың типтері сандық типтер. Integer типі бізде бүтін сандарды сақтайды өзінде. Ол дегеніміз мысал ретінде бізде символдық типтер бар. Өткен сабақта біз оларды өттік. Символдық типтер олар символдарды сақтауға мүмкіндік береді. Символ ретінде біз мысалы 1, 2 деген сияқты символдарды да сақтай аламыз. Бірақ біз символдық типте сақтап, string типінде сақтап, 2-ні 2-ге қосатын болсақ, онда бізде 22 шығады. Яғни 2 мен 2 бір-біріне символ ретінде қосылады. Мінекей мынақта жазып көрсетейін. 2 қосу 2 символдық тип болса, онда 22 болып қосылады. Ал егер біз integer типінде сандық тип ретінде қоссақ, онда 4 болады. Сол үшін біз сандық типті қолданамыз. Integer деген сандық тип. Ал енді real деген қандай тип? Real деген бұл да сандық тип, бірақ integerден айырмашылығы реалға біз бүтін емес сандарды да сақтай аламыз. Мысалы 1,1, 1,5 деген сияқты бөлшектік сандарды да сақтай аламыз. Ал integer типінде тек қана 1, 2, 3, 4 деген сияқты тек қана бүтін сандарды ғана сақтай аламыз. Осы екі типтің айырмашылығы осындай. Ары қарай begin кілт сөзінен кейін біздің есебіміздің өзі жазылады, және есебіміздің соңында end кілт сөзі жазылады. Begin, end кілт сөздерінің ортасына есебімізді жазамыз. Енді есебімізді орындау үшін қалай орындаймыз? Есептің мәні мынандай: бізде 1-ден 100-ге дейін сандар болады. Оларды біз циклмен қазір айналыммен шығарамыз. 100 сан шығарамыз. Сол 100 сандардың ішінен біз тек қана тақ сандарды таңдап алуымыз керек. Осындай қарапайым мақсат, қарапайым есеп. Осыны шығарып көрейік. Ол үшін for деген циклды қолданамыз. For i тең 1-ге, 1-ден бастап to 100-ге дейін. 100-ге дейін айналым жасаймыз. 1-ден бастап 100-ге дейін. Do begin деген кілт сөзден кейін осы айналымның ішінде қандай операция орындаймыз, соны жазамыз. Және ең соңында end деген кілт сөзді ұмытпаймыз. Енді осы циклдің ішіне не жазамыз? Жалпы цикл туралы айтып кетейін кішкене. Цикл дегеніміз айналымдар, яғни біз 1-ден 100-ге дейінгі сандарды тізбелеп жазып отырмау үшін цикл деген ұғым бар бізде. Цикл дегеніміз айналымдар, яғни біз циклға мінекей екі шектеу көрсетеміз. Мынау циклдың басы 1 деген санымыз, а мынау циклдың соңы 100. Сонда осы for деп циклмен жазған кезде біздің программа 1-ден 100-ге дейін осы аралықта for мен end аралығында айналады. Яғни бірінші мәрте келеді, i айнымалысы, мына белгілеген айнымалымыз 1 санына тең болады. Мына endке келеді, содан кейін екінші мәрте қайтып келеді forға. Қайтадан басына қайтып келеді. Ол кезде i айнымалысы 2-ге тең болады. Сосын сол i айнымалысы 2-ге тең болған кезде тағы бір мәрте мына ортадағы
операторларымыз тағы бір мәрте орындалып шығады да қайтадан endқа қайтып келеміз. Сөйтіп қайта осылай 100-ге дейін айналымымыз айналатын болады. Ал мына аралыққа ортаға бізге қажетті операцияларды жасауымыз қажет. Осы айналым сайын олар да өзгеріп отырады. Ең бірінші қарапайым мысал ретінде қазір түсінікті болу үшін осы циклдың ортасына и айнымалымызды экранға шығарайық. И айнымалысы қалай өзгеріп жатыр көрейік. Ол үшін write ln деген экранға шығару функциясы арқылы и айнымалысын экранға шығара қояйық. Мінекей. Міне программа бізге бірден бастап 100-ге дейінгі сандарды тізбелеп шығарып беріп тұр. Бұл біздің и айнымалымыз. И айнымалымыз. Мінекей енді кодтан қараған кезде міне біз и санын бірден бастап 100-ге дейін циклге айналдырып, ортаға мінекей шығарып тұрмыз. Осы и деп шығарып тұрмыз. Осы и бізде айналым сайын өзгеріп отыр. Сол өзгерісті біз мінекей мына жерден көріп отырмыз. Енді осы 100 санның арасынан біз қалай тақ сандарды бөліп алып шығамыз. Ол үшін біз енді шарт қоюымыз керек бұл жерде. Әзірге мына и айнымалымызы тұра тұрсын. Енді біз мына басында белгілеген к айнымалымызды қолданамыз осы жерде. Енді шарт қояйық, шартымызды орындап көрейік. Бірақ шарт қоймастан бұрын біз к айнымалысына и санын 2-ге бөліп, қалдығын осы к айнымалысына сақтайық. Ол үшін міне мен и санын қалдықпен бөліп жатырмын. Мод деген Паскаль тілінде қалдығын шығарады, яғни и-ді 2-ге бөліп, оның қалдығын, осыдан қалған қалдықты к-ға береді. Және осы к санын экранға шығарып көрейік қазір. Мына жерде мен қос нүктені ұмытып кетіппін. Мінекей 0, 1, 0, 1, 0, 1. Мына жерде экранды өшірмегендіктен бізде екі есебіміз қатар қосылып кетіп тұр. Экранымызды өшіріп жіберейік. КЛС тазартып. Мінекей сонда бізде 1, 0, 1, 0, 1, 0 деп шығып тұр. Енді мод қалдықпен бөлу деген операцияны түсіну үшін ол дегеніміз, мысалы міне и-іміз бірінші айналымда бізде 1-ге тең болады. 1-ді 2-ге бөлеміз. 1-ді 2-ге бөлгенде 0 шығады. Бірақ 1 қалдық шығады. Яғни мысалы 3-ті 2-ге бөлгенде 3-тің екеуі ғана 2-ге бөлінеді да, біреуі қалдық қалып қояды ғой. Сол қалдық мінекей мына к-ға тең болады. Бұл сондай операция, мод деген сондай қалдықты есептейтін операция. Солай біз мысалы бізде бір сан тақ, бір сан жұп болғандықтан біз 2-ге бөлген кезде біздің қалдығымыз 1, 0, 1, 0, 1, 0 болып осылай өзгеріп тұр. Енді бізге оңай, яғни тақ сандарды осы функция арқылы шығару оңай болады. Енді шартымызды жазайық. Егер к айнымалысы 1-ге тең болса, мінекей if дегеніміз егер деген сөз. Бұл шартты операция. Біз қазір шарт қойып жатырмыз бағдарламамызға. Егер к айнымалысы 1-ге тең болса, онда then деген онда begin дейміз да end дейміз.
осы begin мен endтің арасына мына операцияларды орында деп жазамыз. Мінекей и айнымалысын экранға шығарамыз. Бірден 100-ге дейінгі тақ сандарды экранға шығардық. Бұнда міне біз integer мен real типін өттік. Бізде екі айнымал бар, i және k. Одан кейін мінекей бағдарламаның басы begin. Одан кейін мінекей clear screen деген экранды тазарту. Жаңа біз екі нәтижені қатар астына созылмау үшін экранды тазарту аламыз. Операцияларымызды орындамастан бұрын экранымызды тазарту операциясын орындап жатырмыз. Одан кейін мінекей циклымыздың басы. Циклымыз бірден бастап 100-ге дейін шектері. Бірден бастап 100-ге дейін мінекей айналым жасайды. Бұл циклдың мінекей басы begin және соңы мына бір end деген сөз. Яғни осының арасында цикл қайталап орындайды. Яғни міне бірінші айналымда и айнымалымыз 1-ге тең болады. Бір санымен мына операциялар орындалады. Одан кейін мына endке дейін келеді, қайтадан оралып 2 болады. Одан кейін 3 болады. Одан кейін 4 болады. Солай 100 болғанға дейін мына циклымыз айнала береді. Сөйтіп 100-ге тең болған кезде 100-бен орындалады да, мына endтен кейін мына endке келеді да, бағдарламамыз бітеді. Цикл дегеніміз сондай нәрсе. Одан кейін мінекей біз k айнымалымызға осы циклдың ішінде i айнымалысын 2-ге бөліп қалдығын анықтап жатырмыз. 2-ге бөлген кезде бізде сан я тақ, я жұп болады. Яғни қалдық я 0 қалдық қалады, я 1 қалдық қалады. Осы қалдық арқылы біз сандардың тақ жұптығын анықтаймыз. Мінекей оны келесі шартта соны жазып тұрмыз. Егер k 1-ге тең болса, онда i'імізді мінекей экранға шығар деп тұрмыз. Басқа i'ді шығармаймыз. Яғни тек қана егер k 1-ге тең болған жағдайда ғана біз экран бетіне шығарып жатырмыз. Сол арқылы біз тек қана тақ сандарды экран бетіне шығарып жатырмыз. Егер мына жерге k санымызға 0-ді қойсақ, онда жұп сандарымызды шығарамыз. Онда жұп сандар орындалып жатыр. Мінекей осылай біз тақ және жұп сандарды анықтаудың есебін аяқтадық. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Және де бірінші сабағымызға комментарий жазған адамдарға алғысымды білдіремін. Осы сабақты жасауға солар көбінесе түрткі болды. Сондықтан комментарий жазып, ойларыңызды бөлісіп, лайк басып, осы біздің сабақтарымызға үлестеріңізді қосып отырыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.